Армысыздар, аптаның біз айтуға сіз білуге тұрарлық басты жаңалықтарын түйіндейміз. Бұл Жизньюз. Бүгін талқыға түсер тақырып мыналар. Адриатикадан Арқаға дейін Черногория президенті неге келді? Мәскеу отқа оранды, бірақ Путин үнсіз. Ормуз ашылды, мұнай арзандады, ал ұлттық қорға мұнайдан табыс түспеді. Бүгін медицина қызметкерлері кәсіби мерекесін атап өтіп жатыр. Енді рет-ретімен осы аптада Ақорда тағы қонақ күтті. Бұл жолы Балқандағы шағын мемлекеттің ең жас президенті Яков Милатович ресми сапармен келді. Небәрі 39 жастағы президент өзімен бірге ең жас делегациясын және көк көйлек киген келіншегін де ала келіпті. Алғаш қарағанда Қазақстанның сыртқы саясаты үшін салмақты сапар болып көрінбеуі мүмкін. Алайда геосаясатта мемлекеттердің көлемі емес, олардың стратегиялық маңызы шешуші рөл атқаратыны анық. Халқының саны 1 миллионға да жетпейтін Черногория НАТО-ның мүшесі. Әрі 2028 жылы Еуроодақтың 28-ші мүше елі атанбақ. Мұны ескерсек, Подгорица мен Астана арасындағы байланыстардың нығаюы Қазақстан үшін қажет. Кәнігі дипломат Тоқаев мұны түсінеді. Сондықтан Милатовичті мейман болуға өзі шақырған. Қазақстан мен Черногория арасындағы сауда айналымы әзірге айтарлықтай көп емес. Жыл басынан бері арадағы алыс-беріс небәрі 260 мың ақш доллары көлемінде, есесіне барыс-келіс көбейген. Черногория бүгінде Еуропадағы ең танымал демалыс орындарының біріне айналды. Адриатика жағалауын қазақстандық туристер де жиі таңдайтын болған. Тек өткен жылдың өзінде 8 мыңнан астам қазақстандық барыпты. Оның үстіне мамырдан қазанға дейін Қазақстан азаматтары Черногорияға визасыз кіріп, ел аумағында 30 күнге дейін бола алады. Сонымен президенттер 11 тармақтан тұратын бірлескен мәлімдемеге қол қойып барып тарқасты. Осы аптада Мәскеу отқа оранды. 18 маусымға қараған түні Украина Мәскеуді дрондармен шабуылдады. Бұл Украинаның Ресей астанасына 2 жылда жасаған ең ауқымды шабуылы болды. Соққының салдарынан ұшып кеткен мұнай резервуарының мынау қақпағы интернетте мемге айналды. Мәскеу Ресейдегі қорғанысы мығым қалалардың бірі саналады. Шаһарға әуе шабуылына қарсы қорғаныс жүйелері шоғырландырылған. Соған қарамастан Капотнядағы мұнай өңдеу зауытының тура мағынасында күлі көкке ұшқаны көптің сұрағын тудырды. Украина Мәскеуге дронмен шабуылдап жатқанда Путин Қазан қаласында саммит өткізіп, қонақтарды қабылдап жүрген. Шабуылға қатысты ешқандай пікір білдірген жоқ. Есесіне Зеленский былай деп мәлімдеді: Украина өртенсе, Мәскеуде өртке оранады. Осы жұмада Женевада Вашингтон мен Тегеран өзара түсіністік туралы меморандумға қол қоюы тиіс еді. Бірақ бұл кездесу болмай қалды. ақш-тың вице-президенті Джей Ди Венс сапарын соңғы уақытта кейінге шегерді. Келіссөздерге қатысты жоспар әлі түпкілікті келісілген жоқ деп қысқа қайырыпты Ақ үй. Құжаттың негізгі мақсаты әскери қимылдарды тоқтату, Ормуз бұғазын ашу және ядролық бағдарлама бойынша келіссөздердің жаңа кезеңін бастау болатын. Халықаралық сарапшылар бұл саяси ымыраның өміршеңдігіне әу баста күмәнмен қараған. Дегенмен Ормуз ашылды. Осылайша 110 күнге созылған блокададан кейін Ормуз бұғазы арқылы алғашқы танкерлер өте бастады. Сарапшылардың пікірінше келісім нәтижесінде шығанақта тұрып қалған 85 миллион баррельден астам мұнай нарыққа қайта шығуы мүмкін. Осы оқиға қарсаңында әлемдік нарықта мұнай арзандап, наурыз айының басынан бері алғаш рет барреліне $80 төмен түсті. Күріштің арқасында күрмек су ішеді дегенде, таяу шығыстағы текетірестің арқасында қымбаттаған мұнайдың ұлттық қордың бүйірін толтырады деген болжам болған. Биылғы 5 айда Қазақстанның ұлттық қорына мұнай секторынан 1,53 триллион теңге салық түсуі түскенмен, үкімет қорға тағы да қол сұғып 1,4 триллион теңге алған. Осылайша ұлттық қорға мұнайдан түскен пайда 0,13 триллион теңге ғана. Мұнайға қатысты тағы бір жаңалықты айта өтпеске болмайды. Қазақстан Ирандағы Шахид Раджаи порт аумағында терминал салуды жоспарлап отыр. Яғни енді Ормуз бұғазында Қазақстанның өз терминалы болады. Бұл үшін 15 гектар жер бөлінген. Бұл туралы премьер-министрдің орынбасары әрі ұлттық экономика министрі Серік Жұманғарин хабарлады. Оның айтуынша, осы арқылы Қазақстан әлемдік мұхитқа және жаңа экспорттық нарықтарға тікелей жол ашады. Біздің Иранға экспорттай алатында, Иран арқылы басқа елдерге жеткізе алатында тауарларымыз өте көп. Иран арқылы біз Парсы шығанағына, одан әрі Шығыс Африкаға, Оңтүстік Шығыс Азияға, Үндістан мен Пәкістанға шыға аламыз. Бұл нарықтардың мүмкіндігі өте көп. Бүгін, яғни маусымның 3-ші жексенбісінде еліміздің медицина қызметкерлері кәсіби мерекесін атап өтіп жатыр. Осы аптада Ақорда ақ халаттыларды арнайы шақырып марапат табыстады. Соңғы 3 жылда денсаулық сақтау мамандарына
мемлекеттік қолдау көлемі 7 есеге артты. Биылдың өзінде медицина қызметкерлерінің жалақысын көтеруге 33 миллиард теңге бөлінді. Бұл шаралар саладағы кадр тапшылығын жоюға ықпал етуде, деді президент. Дегенмен, отандық медицинада шешілмеген мәселе әлі шаш етектен. Отандық медицинаның осал тұстарын Жүз медианың ақ студиясына келген бұрынғы сала министрі Елжан Біртанов айтып берген. Сол сұхбаттан бір үзік ой. Мықты реаниматологтар қазір сол стоматология наркоз беріп отыр. Себебі сол рисктен тәуекелден қашады. Себебі сондай бізде қылмыстық бап бар. За ненадлежащее выполнение деп қылмыстық түрмеге отырғызады. Дүние жүзінде ондай жоқ. Тек қана Советский Союздың мемлекеттерінде қалды ондай. Дүние жүзінде резидент деген ол уже врач. Жалақыны алып, мысалы, банктан кредит алуға мүмкіндік болады. Ал бізде оған ешкім кредит бермейді. Ол әлі студент. 25-2-3 баласы бар. Мысалы, бір жағынан. Енді жалақысы енді әрине экономиканың, мемлекеттің экономика мүмкіндігіне байланысты, бюджетке байланысты. Бірақ жергілікті көп әкімдер, мысалы, соған дұрыс назар бермейді. Бұл сұхбаттың толық нұсқасын біздің YouTube арнамыздан көре аласыздар. Ал Жүз медианың сайтында күн сайын футболдан әлем чемпионатының әр матчы туралы сараптамалық материал жарияланатынын тағы да еске салайын. 104 матч туралы қажетті әрі қызықты сараптаманы күн сайын дер кезінде оқып отыру үшін біздің сайтқа жазылып қойыңыздар. Аптаның айтары осы. Жүз медианы оқи жүріңіз. Жүз Ньюсте жүздескенше жүзіміз жарқын болсын.